Хорошо. Дайым. Бірінші дайректтен оқырманнан мұғалімнен келген сұрақ. Алмас есімді ұстаз қойыпты. Химия пәнінің мұғалімі едім дейді. Оқушыларды пәнге қалай қызықтыруға болады? Жалпы оқыту әдістемесін қалай дамытуға болады дейді. Ол оқыту әдістемесі әр мұғалімнің өз тәжірибесімен келеді деп ойлаймын, және оған қоса мұғалім әрқашан іздену үстінде болу керек деп ойлаймын. Өйткені қазіргі заманда мұғалім мен оқушы деген кейбір сәттерде біз оқушыдан кем біліп қалатын кездер болады. Өйткені қазіргі заман цифрлы заман, ақпараттың көп берілген заманында оқушылардың қолдарының барлығында телефон бар, ақпараттың барлығы бар. Ол сіз беретін нәрсені ол уже біліп қоюы да мүмкін. Сондықтан әрқашан іздену үстінде болу керек деп ойлаймын. Және де қандай химия пәніне қызығушылық қалай көрсетсем болады. Химия пәнінің негізі менің қалай айтсақ болады, бізде ашық сабақта көп алатын тұғымыз химия пәні мұғалімдерін, және де сол берілген опытқа байланысты айтатын болсам, эксперимент қосқан дұрыс деп ойлаймын. Өйткені химияны экспериментсіз елестету өте қиын болады. Және де оған қоса арнайы арасында енді химия деген ол біз бүкіл әлемнің өзі химиядан құралған ғой. Сондықтан бір қызықты факттар айтып шықса, мысалға әртүрлі қызықты, мысалға мынау қалай пайда болды, мынау судың құрамы қалай пайда болды деген сияқты соның барлығын егжей-тегжей көрсетсек күшті болатын еді. Және де егер мысалға мектепте жағдайлар болуы мүмкін ғой, приборлар болмауы мүмкін. Сондай кезде андай видеолар бар, қазіргі таңда платформалар бар. Сондай платформалар арқылы көрсетуге тырысқан дұрыс деп ойлаймын. Және де әрқашанда көрнекіліктер қолданған дұрыс деп ойлаймын. Балаға просто кітаппен ғана материалды бере қоймай, оған дополнительно қосымша тағы заттар көрсететін, қызықтыратын тапсырмалар берген дұрыс деп ойлаймын. Және де арасында мынандай да жасап жүруге болады. Мысалға, бір үй тапсырмасына кәдімгідей түсінік емес, мысалға топ-топқа бөліп жіберіп, немесе әр оқушыға, немесе сыныптың барлығына бір кітапта жоқ тақырыпты өздері, енді телефон барлығында қазір телефон бар, химия 7-ші класстан басталады. Өздеріне ізденетіндей бір тақырыпты, енді сіздің тақырыбыңыздың айналасында, бірақ басқаша кітапта жоқ информацияны олар ізденіп келе алатындай материал сұрасаңыз, өте күшті болады деп ойлаймын. Өте керемет, жауабыңызға рахмет.